Богородица шіркеуінің Қоңырау мұнарасы. Ресей Нижний Новгород облысы Загарино ауылы. Мен Қоңырау мұнарасына кішкентай бүйірлік есік арқылы кіремін. Біз басымызды көтеріп, жоғары қараймыз. Бос ішкі көлем. Деңгейлер арасында қабаттасу жоқ. Төбелер шіріп, құлаған. Ағаш арқалықтар мен тақтайлар жоғарыда болса, қазір аяғымның астында қалды. Қоңырау мұнарасының тірегінде кертпеш ойылған. Басқа тіреуіште ойылған. Кірпіштердің сынғанын байқауға болады. Қабырғадан кірпіштер жұлынып жатты. Кіреберістің үстінде шағын төбе бар. Ал мұнда үзіліс қағылды. Төбесі осылай жасалған. Олар мұнда ағаш еден төсеу үшін қабырғадағы тесікті қағып кетті. Мұнда есік болды. Міне жаңа төбенің деңгейінде орналасқан есік. Бұл сәулетшінің жобасында болмаған. Менің ойымша, бұл есікте жоспарланған жоқ. Сылақ түсіп сынған кірпіштер көрінеді. Кірпіштің біркелкі емес сынған жиектері. Екінші жағынан қарайық. Бұл кірпіштердің аяусыз қаланғаны көрініп тұр. Неліктен олар қабырғаны бұзып, қосымша еден төседі? Қабырғаның жоғары жағында арқалықтар үшін тесіктер бар. Саңылаулар біркелкі емес және әртүрлі мөлшерде. Бұл тесіктер құрылыс аяқталғаннан кейін қабырғада сынған. Және бұл тауашаларда нокаутқа түсті. Тесіктердің қаншалықты қисық екенін қараңыз. Ағаш арқалықтарда кейінірек бұрғыланған тесіктерге салынған. Бұл Қоңырау мұнарасын салу кезінде төбелер немесе төбеге баспалдақтар мүлдем жоспарланбаған. Орнынан тұрып, қоңырау соғуға тапсырма болған жоқ. Бірақ кейін мұндай тапсырма пайда болды. Содан кейін адамдар қабырғаларға ебедейсіз тесіктер жасап, оларға ағаш арқалықтарды кіргізді. Осылайша, қазіргі дін өткен өркениеттің ғимараттарын өз мақсаттарына сай етіп бейімдеген.